Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Бүгін сабақта Activity Book кітабының 7-ші және 8-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кет. Сабағымызды бастаймыз. 12-ші тапсырма. Choose a word, write the correct word next to numbers 1 and 6. There is one example. 6 сөз берілген. Сол сөздерді мәтінге қойып шығамыз. Мәтіннің тақырыбы a frog, бақа. Жалпы тақырып бақа туралы. A frog. I've got 4 legs, 2 big eyes, and a very big mouth. I haven't got any hair. My favorite food is small fish. I'm a small animal. You can see me on a farm too. What am I? I'm a frog. Менің 4 аяғым бар, және 2 үлкен көзім бар, және менің үлкен аузым бар. Менің ешқандай да бір шашым жоқ. Менің сүйікті тамағым кішкентай балықтар. Мен өзім кішкентай жануармын. Сен мені фермада көруің мүмкін. Мен кіммін? Мен бақамын. I'm a frog. Мен бақамын. 13-ші тапсырма. Look, read and choose. Қара, оқы және таңда. 4 сөйлемді аударып, суретке қарап таңдайтын боламыз. Бірінші сөйлем жасалып тұр. Look at that frog, it's got big eyes. Мына бақаға қарашы, оның көздері үлкен екен, дейді. C. Енді екінші сөйлем. Look at this rabbit, it's pink. Мына қоянға қара, ол күлгін түсті. D. That is ақбота's parrot. Бұл ақботаның тоты құсы. A. These are my favorite animals. Бұл жануарлар менің ең сүйікті жануарларым. B. 14-ші тапсырма. Listen and tick. Тыңдаймыз және де тыңдалымға байланысты қай кейіпкерді айтып тұр, сол кейіпкерді белгілейсіңдер. 15-ші тапсырмада write have got or has got, then find the stickers. Activity Book'тың кітаптың соңғы жағында стикерлер бар, сол стикерлерге қарап жабыстырып шығасыңдар. Мысалға, Danny has got big hands. Дэннидің үлкен қолдары бар, дейді. Дәл сол үлкен қолы бар Дэнниді тауып алып, осы жерге жабыстырасыңдар. Тура солай қалған тапсырмаларды оқып, аударып, стикерлерін жабыстырып қоясыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.